Белгіленген уақытта шетелдік көлікті заңдастырмаған жағдайда қандай жаза қарастырылған? Заңды білмеу жазадан құтқармайды. Демек, шетелдік көліктерді белгіленген уақытта заңдастырмауға да жаза қарастырылған. Сырттан әкелінген темір тұлпарларды заңдастыру бұл бір рет қана берілетін мүмкіндік. Сондықтан да үкімет тарапынан жасалып отырған мүмкіндікті пайдаланып қалу қажет. Аталмыш акция биыл 23 қаңтарда басталып, 1 шілдеге дейін жалғасады. Шетелдік автомобильді талап бойынша тіркемеген жағдайда заңға сәйкес жауапкершілік қарастырылады. Еліміздегі шетелдік көліктердің дені сақтандыру полисі негізінде қолданылып жүр. Егер автомобильді белгіленген уақытта заңдастырмаған жағдайда сақтандыру полисі тоқтатылып, көлік коммуналдық автотұраққа қойылатын болады. Демек, осы белгіленген уақыт өткен соң көшеде шетелдік көлікпен жүру мүмкін болмай қалады. Полицейлер тоқтатқан жағдайда бірден автотұраққа жөнелтілетін болады. Ішкі істер министрлігі жүргізушілерге 6 ай мерзім уақыт беріп отыр. Осы аралықта көлігін заңдастырып үлгермегендерге қомақты айыппұл салынбақ. Заңдастыру аяқтала салысымен заңды жүргізуші рейді басталатын болады.